Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Айгерім ханымның каналына қош келдіңіздер. Апталық болжамды бастаймыз. Болжам бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бірінші тоқты белгісіндегі жандарға 13 ақпан мен 19 ақпан аралығына болжам. Бір аптаның көлемінде тоқтыларда қандай өзгерістер, жаңалықтар болады. Тоқтылар, бізде қарасаңыздар, мечи, семерка мечи және де восьмерка мечи қатарынан түсіпті. Апта бойында қандай да бір іштей қорқыныш, бір сезім болады, іштей уайым, бір қандай да ситуациядан шығатын жол іздейсіздер, және де ол ситуациядан шығатын жол тапатын боласыздар. Келесі шестерка пентакль. Шестерка пентакль бұл сіздерде қандай да бір ақшалай көмек аласыздар, немесе бір кісілерге қаржылай көмек бересіздер. Ақшаға байланысты мәселелерді бір аптаның көлемінде шешесіздер. Четверка жезл және де девятка жезл. Қандай да бір қонаққа шақыру, қонаққа бару, той тойлау, бір жақсы өмірлеріңізде болатын өзгерістерге жаңағы қуаныштарыңызбен бөлісу. Келесі бізде девятка жезл. Бір жұмыс, іс, жауапкершілік өте көп болады бұл аптада. Сондықтан кішкене нагрузка болады сіздерге, себебі мечи сол істі, сол жұмысты аяқтау үшін еңбек ететін боласыздар. Және де бұл аптада бір қандай да бір действие, шаг жасауға, шешім қабылдауға кішкене әлі ерте. Сіздерде фундамент әлі мықты емес, сондықтан бұндай шешім қабылдауға сіздерге ертерек. Енді жұмыс жағынан болсын, жеке өмір жағынан болсын, бұл сіздер қазір асығып шешім қабылдап қойған жағдайда бұл кері кетуі мүмкінсіңіз. Қаржы жағынан болса да, мысалы, түсетін қаржы азақ болып қалуы мүмкін, аз мөлшерде ғана. Себебі шестерка пентакль аз мөлшерде ғана ақшаның түсетіндігін айтады. Ал ертерек шешім қабылдап, жаңағы екінші жартыңызбен реніш сондай болса, мысалға үлкен дауға айналып кетуі мүмкін. Ал жұмыс жағынан бір шешім қабылдап, нақты жұмыс ауыстыру, жұмыстан шығу деген сияқты шешім қабылдауға сізге әлі ертерек. Сондықтан әлі де күткеніңіз жөн, ешкімді асықтырмаңыз. Мысалы, жұмыстан шығатын шешім қабылдап қойсаңыз, жұмыс таппай өзіңіз кішкене қиналып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан асығыс шешім қабылдауға абай болғандарыңыз жөн. Торпақ белгісіндегі жандарға апталық болжам. 13 ақпан мен 19 ақпан аралығында торпақтарда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болады. Четверка жезл, тройка жезл және де восьмерка жезл. Үш жезл қатарынан түсіп тұр. Бір аптаның көлемінде бір шешім қабылдап жол жүресіз. Немесе көшіп қонумен байланысты бір өзгерістер болады. Қонақ шақыру, қонаққа бару, бір қуанышыңызды, жақсылығыңызды жақындарыңызбен бөлісу, және де бір неожиданный ситуация, күтпеген жерден бір өзгерістер болады өміріңізде. Той томалақ, қонақ шақыру, коллективпен, жақындарыңызбен қуанышыңызды бөлу, туған күн кеші, немесе қонақ шақыру, бір жақсылықты жақындармен бөлісу түсіп тұр. Звезда, старший аркан, нәзік жандылар үшін жақсы жаңалық бұл звезда. Аяқ ауыр екендігін келіншектер немесе босануы мүмкін. Және де ойламаған жерден бір жақсы жаңалық естисіз, қуанышты хабар, көптен күткен
жаңағы ісіңіздің, жұмысыңыздың жауабын алатын боласыз. Және де өзіңізді звезда ретінде көрсете алатындай бұл аптада сізде үлкен мүмкіндіктер бар. Және де десятка мечей қандай да бір кішкене ауыр апта болады сіздер үшін. Шаршау, физический усталость, денсаулық жағынан да кішкене минустық кезеңдер болуы мүмкін. Сондықтан денсаулыққа аса мән бергендеріңіз жөн. Депрессия, иммунитет түсіп, жаңағы ауырып қалуға деген қауіп-қатер жоғары. Сондықтан денсаулыққа аса мән бергендеріңіз дұрыс. Және де енді шет жаққа да шығып қонаққа баруларыңыз мүмкін. Енді жол түсіп тұр ғой. Сол жол жүрумен жаңағы қонаққа бару бір-бірімен байланысты болуы мүмкін. Және де екі жерден, күтпеген жерден бір неожиданный ситуация болады. Мысалы, көптен көтере алмай жүрген келіншектер аяғы ауыр екендігін біліп, неожиданно қуануы мүмкін. Және де денсаулыққа аса мән бергендеріңіз жөн. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Егіздер белгісіндегі жандарға апталық болжам 13 ақпан мен 19 ақпан аралығына апталық болжам. Егіздерде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Энергия алмасу болу керек. Қазір көрейік. Старший аркан бар. Керемет. Қандай да бір істе жұмысқа жауапкершілік алу керек сіздерге. Семерка мечей. Және де кішкене бұл апта хитрості қосу керек сіздерге. Егерде жаңағы қандай да бір жұмыстан, істен больше ұтып, жаңағы больше алғыларыңыз келсе, кішкене ақылды болып, хитрый болғандарыңыз жөн. Және де алданып қалудан өте абай болғандарыңыз жөн. Себебі алданып қалу қаржы жағынан, жұмыс жағынан бұл аптада көп болуы мүмкін. Тройка, чаш, қандай да бір отырыс, кездесулер, жақсылықты, қуанышты бөлісу. Тройка, императрица, старший аркан. Бұл енді аяғы ауыр келіншек, беременность, енді әйел адамдар үшін босанумен байланысты, беременностьпен байланысты бір жақсы жаңалықтар болады. Және де өзіңізге бағалы зат алатындай, өзіңізді бағалайтындай, бір қуанышты, өзіңізге қуаныш әкелетін бір бағалы зат сатып алатындай мүмкіндігіңіз болады. Және де екінші жартыңызбен де отношения өте жақсы, бір махаббатқа толы, жақсы уақыт. Және де императрица бұл именно қаржы жағынан өте жақсы карта. Яғни бұл апта сіз үшін өте қаржылы уақыт. Келесі тройка жезл, жол жүресіз, көшіп қонумен байланысты бір өзгерістер болады. Және де фортуна. Колесо фортуны бұл апта бір рискқа барғандарыңыз жөн. Рисковать ету, жаңағы қандай жағдай болмасын рисковать етсеңіз жолыңыз болады дегім келеді. Себебі императрица мен фортуна бұл қатар түскен кезде өте бір жолыңыз болады. Жаңағы қандай да бір жұмысты, бір істі бастайын деп отырсаңыз, осы аптаға кеңес беретін едім. Жұмыс ауыстыру, жаңағы тест тапсыру, немесе қандай да бір рискқа баратын болсаңыз, осы аптада байқап көргендеріңіз жөн, бақтарыңызды сынап. Себебі бір жолыңыздың болатын уақыты дегім келеді. Четверка жезл, той томалақ, қуаныш, бір қуанышыңызды, жақсылығыңызды бөлісесіздер. Енді білмеймін, бір өзіңізде кей егіздерімде қуаныш, той томалақ өте көп болады. Қорқудың қажеті жоқ, көп рисковать етіңіздер. Аяғы бір жақсылықпен аяқталады, қуанышпен. Және де кей егіздерімде крупный покупка алу, сату, яғни көлік алу немесе сатумен байланысты бір өзгерістер болады. Бірақ
именно қаржы жағына өте абай болғандарыңыз жөн. Именно сату алу кезінде ақшаға өте абай болыңыз, себебі алданып қалу, жаңағы алдану өте көп түсіп тұр. Сондықтан именно ақша жағына, ақшамен жұмыс жасайтын негіздер болса, өте абай болғандарыңыз жөн. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Шаян белгісіндегі жандарға 13 ақпан мен 19 ақпан аралығына апталық болжам. Қандай жаңалықтар, қандай өзгерістер болады шаяндарда. Бастайық. Денсаулық жағына абай болыңыздар бұл аптада алдымыздағы. Себебі девятка мечей кішкене денсаулық жағы төмендеуі мүмкін. Иммунитет түсіп, әлсіреп, физический усталость, депрессия болуы мүмкін өздеріңізде. Және де қандай да бір нәрсені уайымдайсыздар. Мир старший аркан бұл қандай да бір мәселенің немесе қандай да бір осы аптада болатын өзгерістер жақсы жағына қарай болады. Бұл кардинальный өзгеріс болса да, бұл сізге ұнайды. Сондықтан главное в душе спокойно. Сондықтан бұл бәрібірде болатын өзгеріс, сондықтан қорқудың қажеті жоқ. Келесі бізде 8 жезл, бір неожиданный, күтпеген жерден өзгерістер болады. Көшіп қонумен байланысты, жол жүрумен байланысты, күтпеген жерден командировкаға жіберу мүмкін, күтпеген жерден үй алып көшулеріңіз мүмкін, күтпеген жерден үйді сатылымға қойып, үйіңіз бірдемде өтіп кетіп, жаңағы бір өзгерістер орын алатын болады. Сонсыз старший аркан, қуанышты жаңалық, қуанышты хабар, және де қаржы жағынан өте жақсы апта. Бір крупный покупкамен байланысты өзгерістер, үймен байланысты өзгерістер болады. Үй сатып алу, үй сату, және де үйдің документтерін жөндеу деген сияқты. Және де ол істер, ол жұмыстар жалғыз жасалмайды. Бір адамдардың көмегімен болады. Және де қуанышты хабар, қуанышты жаңалық сүйіншісімен тұр. Рыцарь жезл, және де бұл мәселе бір ұзаққа созылмайды, тез шешіліп, тез аяқталып, тез басталатын болады. Сондықтан бастайын деп отырған істеріңіз, жасайын деп отырған істеріңіз ұзаққа созып алмаңыздар. Осы аптаның аяғына дейін аяқтауға тырысқандарыңыз жөн. Себебі бұл тез басталып, тез аяқталады. Денсаулықтарыңызға аса мән беріңіздер, себебі иммунитет түсіп, денсаулық нашарлайтын болса, бұл істің барлығы, бұл қуанышты хабардың бәрі келесі апта немесе алдағы уақыттарға ұзақ уақытқа созылып кетуі мүмкін. Денсаулыққа аса мән беріңіздер. Осы апта сіздер үшін өте керемет болғалы тұр. Осымен болжамдарыңыз аяқталды. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Арыстан белгісіндегі жандарға 13 ақпан мен 19 ақпан аралығына апталық болжам. Қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар бір аптаның көлемінде болады. Арыстан белгісіндегі жандарда. Қандай да бір жауапкершілік алудан қашуы мүмкін. Өзіңіз бұл жерде жауапкершілік алғыңыз келмей, не болмаса сіз сенім артқан адам жауапкершіліктен қашуы мүмкін. Сондықтан кішкене ақылды болыңыз, шешім қабылдар кезде, жауапкершілік артар кезде, сондықтан көп ешкімге сенбегеніңіз жөн. Барлық жауапкершілікті бір өзіңізге алыңыз. Себебі сенім артқан, сенген адамыңыз жауапкершілік
жауапсыз қалдыруы мүмкін сіздің жұмысыңызды, ісіңізді сеніп тапсырған. Келесі шестерка чаш. Қандай да бір арманыңыз орындалады. Бұл балалық шақтан келе жатқан немесе ұзақ күткен бір армандарыңыз орындалады. Үйге байланысты бір мәселелер шешіледі. Және де жақындарыңыз, туғандарыңыздың бірімен ақылдасып, бір шешім қабылдайсыздар. Және де жақындарыңыздың бірінің арасынан бір-бірлеріңізге сыйлық жасап, сыйлық алу бар. Және де күтпеген жерден бір өзгеріс бар, неожиданная ситуация. Повешенный, старший аркан, қандай да бір осы аптада күткен жұмысыңыз, ісіңіз аяқталмайды. Ол біраз уақытқа созылады. Повешенный, застой тұр. Бір жауапкершілік алсаңыз, осы аптада болады-ау деп күткен нәрсеңіз біраз уақытқа созылады. Бір тез арада шешілетін мәселе емес. Семерка чаш. Бұл жерде көз байлаушылық бар, бұл жерде алдау бар. Сондықтан қандай да болмасын адамдарға сенбеуге тырысқаныңыз жөн. Себебі алдау, жауапкершілік алмау, сізге берген уәдеде тұрмау бар. Жаңағы қаржы жағынан өте абай болыңыз. Берілген уәде, бұның барлығы жай ғана сөз болып қала беретін болады. Сондықтан жауапкершілік алып, біреуге сенім артпауға тырысқаныңыз жөн. Барлығын өзіңіз жасаңыз, өзіңіз қолға алғаныңыз жөн. Семерка жезл, жауапкершілік, жұмыс бұл аптада өте көп болады. Сондықтан тек алдыға жүріңіз. Жаңағы қандай да бір мәселе шешіледі, бірақ үлкен еңбекпен жұмыстың арқасында шешіледі, және де біраз уақытқа созылады. Бұл тез арада осы аптаның көлемінде шешіліп кетпейді. Және де жұмыс ауыстыру, немесе бір тест тапсыру, оқу, жаңа бір бастама бастау болатын болса, бұл біраз уақытқа созылады. Жақын арада шешілмейді. Және де бизнес бастау кезінде, партнермен бизнес бастау, жұмыс жасар кезде бір адаммен бірігіп жасау, бұл қателік болады. Сондықтан барлығы істі, жұмысты бір өзіңіз ғана жасағаныңыз жөн. Өзіңізге ғана жауапкершілікті артып, өзіңіз жасаңыз. Сонда жаңағы күткен нәтижеңіз келеді, бірақ жақын арада емес. Біраз еңбектеніп, тер төгуге тура келеді.